Сәлем достар. Банан әлемдегі ең танымал және пайдалы жемістердің бірі. Бірақ оның нақты қандай пайдасы бар екенін көбісі біле бермейді. Бұл видеода бананның ағзаға тигізетін 15 керемет әсерін айтып өтеміз. Банан табиғи энергия көзі. Банан құрамында табиғи қанттар, глюкоза, фруктоза және сахароза бар. Олар тез энергия береді және де денеде ұзақ сақталады. Сондықтан таңертең немесе спорт алдында банан жеу ең пайдалы шешім. Банан жүрек пен қан қысымына пайдалы. Банан калийге бай, ал калий жүрек жұмысын қалыпты ұстап, қан қысымын реттейді. Ол инсульт пен инфаркттың алдын алуға көмектеседі. Банан көңіл-күй мен стресс деңгейін жақсартады. Банан құрамында серотин мен дофамин бар. Бұл бақыт гормондары. Олар стресс пен уайымды азайтып, көңіл-күйді көтереді. Банан асқазан мен ішек жүйесін реттейді. Банандағы талшықтар ішек қозғалысын жақсартады. Ол асқазан қабырғасын қорғайды, талшықтарды азайтып, және іш қатудың алдын алады. Банан иммунитетті көтереді. Бананда С дәрумені мен антиоксиданттар көп. Олар ағзаны еркін радикалдар мен вирустардан қорғайды. Күз және қыс мезгілінде банан табиғи иммундық қалқан. Банан бұлшықеттердің қалпына келуіне көмектеседі. Жаттығудан кейінгі шаршауды азайтады. Бұлшықет қорытуын басады және электролит балансын қалпына келтіреді. Банан ұйқы сапасын жақсартады. Банандағы триптофан мен магний жүйке жүйесін тыныштандырады. Кешке бір банан терең ұйқы мен демалудың кепілі. Банан сүйек пен тіс саулығын қолдайды. Бананда кальций мен магний бар. Бұл элементтер сүйек пен тісті мықты етеді. Банан көру қабілетін жақсартады. Банандағы А дәрумені көздің тор қабығын қорғайды. Экран алдында ұзақ отыратын адамдарға банан өте пайдалы. Банан ми қызметін жақсартады. Банан құрамындағы Б6 дәрумені табиғи глюкоза мен ми жасушаларына энергия береді. Бұл есте сақтау мен зейінді арттырады. Банан тері мен шашқа пайдалы. Банандағы антиоксиданттар мен В дәрумендері теріні жасартады. Шаштың түсуін азайтып және табиғи жылтыр береді. Кейбір адамдар банан маскасын бетке де қолданады. Ол теріні жұмсартады. Банан қан құрамын жақсартады. Бананда темір мен фолий қышқылы бар. Олар гемоглобин деңгейін көтереді және анемияның алдын алады. Банан бүйрек пен бауырға пайдалы. Банандағы антиоксиданттар мен калий бүйректен зиянды заттарды шығарып, бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Бұл ағзаны табиғи тазалау тәсілі. Банан артық салмақтан сақтайды. Банан тәтті болғанымен құрамында май жоқ және калориясы төмен. Талшық көп болғандықтан ұзақ уақыт тоқ жүруге көмектеседі. Диета кезінде тамаша тағам. Банан терідегі безеуді азайтады және жараны жазуға көмектеседі. Банан қабығында табиғи антибактериалды заттар бар. Кейбір зерттеулер бойынша оны безеуге немесе жараға қою терінің қалпына келуін тездетеді. Банан табиғаттың алтын сыйы. Міне, бананның адам ағзасына тигізетін 15 керемет пайдасы. Күн сайын бір банан жеу, күш, энергия, әдемі тері мен мықты денсаулық. Денсаулық туралы пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін подписация батырмасын басып қойыңыз.